Қазақтан жақсы сөйлеуім керек болса. Енді осы Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа халықтар, ұлттарға барлығына айтарым. Біздің мемлекет болғанымызда 30 жыл болды. 30 жылдан асып 35 жыл кетіп жатыр. Осы уақытқа дейін айтылып жатыр. Жоғары жақтан президенттің өрінінде, облыстың өрінінде қазақ тілін білуіміз керек, меңгеруіміз керек деп. Осылар үйренсін, сол жарысып, қазақша сөзді сол жарыстың арқасында ғана білу болар қажеттігін түсінеді. Әйтпесе, ол осы мына жылдың аяғында облыстың, қаланың әкімшілігінен жаңағы не бөлінеді жаңағы осы халықтар бірлігіне жасаған еңбегі үшін Қазақстанда өмір сүріп жатқан халықтардың сөйлеген сөздері үшін ұлттардың бірлігін нығайтқаны үшін деп сол кездерде сол этнобірлестіктердің барлығының арасында қазақ тілін білуге жарыс өткізу керек. Қаншалықты қазақ тілін біледі, қаншалықты қазақ халқын сыйлайды, қаншалықты қазақ халқы, қазақ жерін, қазақтың нанын, ауасын Қазақстанда өмір сүріп жатқанда қазақшаны сөзді қазақпен тең білу керек. Ол осы уақытқа дейін әркімнің өзінің несіне қарап келдік, бірақ оны қарауға болмайды, оны мәжбүрлеп үйрету керек барлығында қазақша. Мен осы қырғыз болсам да қазақ халқына сыйлағанымда өзімнің қырғыздың сөзін білмесем қазақшаны мен жақсы білемін. Сондықтан барлық осы өмір сүріп жатқан Қазақстандағы басқа ұлттарға мен сияқты сөйлесін, қазақша, қазақ сияқты, сонда ғана біздің бірлігіміз, татулығымыз, ынтымақтастығымыз, мемлекетіміз мықты болады деп ойлаймын.